Қалқаман 2, 56 үй. Қашан 5 минуттан кейін? Жарайды. Айғыз, 5 минут уақытым бар. Айт, не болды тағы? Мам, мен шаршадым, болды ажырасам. Осы сен шаршадым деген сөзді айтудан шаршаған жоқсың ба? Не болды осы жолы? Не, ұрды ма? Жоқ. Ішіп келді ма? Жоқ. Әлде қыздармен ұстап алдың ба? Жоқ. Онда неге шешеңнің үйіне келе бересің сен, а? Кет жоғал. Мам, мен ойда қала алмаймын. Ойда қалсам, адам сияқты сериалды көре алмаймын, бірге отырып тамақты іше алмаймын. Маған қарағанда Ақтөске внимание көбірек аударады олар. Ей, мен саған баяғыда айттым ғой. Егер сенің аяғың ауыр болса, бека былай тұрсын, енеңнің өзі алақанына салып ұстайды ғой. Енді үйге шошаңдап келе бергенше әрекет қылмайсың ба? Мам, ол бека бар ғой, менің қыздармен қыдыруға жібермейді. Алдында қыздар клубқа барды, о жаққа жіберген жоқ. Кафеде жиналды, о жаққа жіберген жоқ. Апта сайын біз шопинг жасайтынымыз бар еді, ол да қалды жайында. Тоқташ, осы сенің бекаң барлық жерге жібермейді да, неге именно біздің үйге жіберіп қояды, а? Қайта қуанбайсың ба? Беканың жібермегенде. Ақшаның бәрі эконом қалтаңда қалды. Жоқ, мам, сіз қарасаңызшы. Менің алдында туған күн болған кезде мен дастарханды өзім дайындап жасадым. Туған туыстар, көршілер келіп, шай ішіп, рахаттанып тойлады. Не, подаркалар да жоқ маған берген. Көргенсіз. Сон ұялмай айтып тұрсың ба? Қайта қуанбайсың ба? Сендей кезімізде әкең туған күнімізде ішпей сау келсе үйге соның өз подаркі болатын. Туй, мам, мен деген бір жаққа қыдыруға барамыз деп 20 мыңға мейкап жасаттым. Сосын балтымда жыладым. Сен емес, сенің бояуға 20 мың берген бека жылау керек. Кет жоқ бол. Осылай бола беретін болса, мен құрбыларымның барлығынан айырылып қалам бір күні. Ей, сен ана құрған қыздарыңа қарай жүгіре бергенше, неге енеңмен подружка болып алмайсың? А? Зато күнде көріп тұрасың. Бекадан да рұқсат сұрамайсың. Сосын счетқа скидывать етпейсің. Бар, кет, таксиін кел, құры. Бармаймын ешқайда, мам. Бүгін пятница, менің қыдыруым керек. Ей, бүгін пятница емес, бүгін жұма. Жұма күні сен үйде келін құсап, жет шелпегін жасап, отыру керексің. Бар кет, үйіңе барып отыр. Мэлс Маратович, сізге бір-екі сұрағымыз бар еді. Қош келдіңіздер, қарастырып жатырмыз. Мэлс Маратович, бірден маңызды сұрақтан бастайын. Латын әліпбиіне ауысу жайлы өзіңіздің ойыңызды түйіндеп жіберсеңіз. Өте дұрыс сұрақ. Латын алфавитті легко изучить етеді. Мен, мысалы, латын алфавитте сөйлеу түсінікті ойлайды. Сонда қазақ әріптері өзінің кепін жоғалтып алмайды ма? Ешқашан қазақ тілі өзін жоғалтпайды. Наоборот табылады. Дұрыс? Осы орайда мынандай ой көкейде туады. Латын әліпбиін жазу қиынға соқпай ма? Көзімді жабымыз, ашығымыз. Латын әліпбиінде жазамыз. Білде оңға солға үш рет крутить обязательно нету керек. Ол басқа. Ал латын әліпбиі қанша әріптен тұрады? Қанша тұрады? Жоқ, тұрмайды. Зачем сатуға тіл? Баға жоқ, тіл сатылмайды. Латын әліпбиі бесплатно, все для халық. Дұрыс? Ал әріптерді ажырату оңай ма? Ажырату оңай. Ажырату оңай. Дом қазақтарда айтады, дом салу керек, потом ағаш посадить нету керек. Әріптерді өзгерген соң латын әліпбиіне көшу қанша уақыт алады? Уақыт болу үшін время керек, это правда. Оны бізге халық айтады, біз емес халық, біз айтпамыз, біз істейміз, қарастырамыз, обязательно қарастырамыз. Мелис Маратұлы, қараңыз, міне сізге қағаз бен қалам, осында тәуелсіздік деген сөзді латын әліпбиіне жазып бере аласыз ба? Так, какой-то, тәуелсіздік. Оны жаза алады мен, бірақ жазбайды ешқашан. Себебі жүректе ол, жүректе қағазда емес ол, правильно?
Жастарға Қазақстан алға, мазалама, сен мені мазалама. Все, рахмет, жақсы, жұмыс. Ішсек бір күн бұрын емес, 2 күн бұрын ішейікші. Құрметті футбол сүйер қауым, бүгінгі матч естен кетпес. Керемет қарсыластық, бұл жігіттер кешіңдер, Ахтунг! Сегодня руководство мне сказать, что вы все надо сдавать медицине тесты. Кто не пройти тесты, энде, конец контракт. Verstehen? Verstehen. Ема! Біткен жеріміз осы дей беріңдер. Ішкен шеккеніміздің бәрі шығатын болды. Салам, контракт. Мамаға айтпаса болды ғой. Өзіміз болын тапсырамаймыз ғой біз. Бәрі шығады ғой анализ. Еще артық салмақ бар, жүгіргенімізді көреді. Менде еще майтабан. Мені мама бәрі жақсы көреді. Таптым. Любой универге бараяқта студент бір. Нормаль біреуді кіргізейік. Олар қалай анализ тапсыртқызасын, мен үшін анализ тапсырып беріңіз. Жоқ. Береміз ғой ақшасын. Келсеміз ғой. Мамаға звондайым, сағынып кеттім. Сөйтейік онда. На, gut, ваши результаты. Олмағыз ба? Наконец-то я избавиться от вы. Вы все 3 провалить тесты. Вы совсем больны. Близорукость, глаукома, гастрит, артрит, артроз, склероз, недороз. И это только ты. А что вы смеяться? Вы тоже больны. Все 3. Вы могли найти кого-то, чтобы сдать анализы вместо вас. Но вы даже это не додуматься. Шайс. Қазіргі студенттерге не болып кеткен? Сен универге кіріп, аурулар деген отделение тауып бәрін жинап алғансың ба, не қылғансың? Мен просто түн клубта танысқам. Вот. Мұна ма? Жоқ. Қайсы еді, ұмыт қалдым. Tabii. Мұна ма? Әкешіп бер. Саламатсыздар ма? Сіздер детективсіздер ғой. Мен мына базардың гадалкасымын. Маған сіздердің көмектеріңіз керек. Гадалка екенсіз, өзіңіз нағып тауып алмайсыз. Аталарыңыз больничный алып санаторийға шығып кетті ма? Кеше менің бір постоянный клиентім келген. Итін жоғалтып алыпты. Сіздер соны тауып беріңіздер. Қазақстанда жетеді ғой иттер. Оның бәрін қайдан табамыз? Міне, иттің суреті. Аты Арлан. Арлан. Lan біздің ауылдың арланы көрсе ішіп кетеді ғой. Қанша? 4 қап ұн, 5 кил сәбіз, сосын 3 қап макарон. Әй, інішек. Прикол ұстамай бағаңды айтсай? Ит қанша тұрады енді бағасы? $5000. $5000 болса, онда соның 20%. Қайдағы 20%? 5%. Сол 5%-ке анау аталарыңызға санаторияға путевка беріңіз. Күлсей. Күлкі емес.
10%. 10% бонусына бал ашып берейін. Келістік. Көрейік. Әкел, қолыңды. Мынау сенің. Өмір жолың ұзақ болады, бақытты боласың. Иә. Сосын бір жақсы қыз кездестіресің. Ол саған ғашық болып, екеуің үйленіп, көп бала шағалы боласың. Мынау сенің өмірлік. Өмірлік мақсатың орындалып, ешқандай проблема болмайды, сенде күшті өмір сүресің. Сондай ғой енді. Сен не мені мазақ қылып отырсың ба? Мен мұнда немене ойнап отырмын ба? Өзіңіз ғой жұрттарды ақымақ қылып, мына жерге бізді ақымақ қылып отырған. Кімді ақымақ қылып отырған? Сен не айтып отырсың өзі, ә? Білсең, мен мына райондағы ең мықты көріпкелмін. Көрсетемін мен саған қазір. Абай, жіберіңші, ойбай. Қысқасы былай. Мына итті сендер тегін табасыңдар. Ертең әбетке шейін таппасаңдар, порча жіберем. Жолдарыңды жауып, дымақша болмайды. Ойбай, жібермеңіз порча. Итәк ақша жоқ өзімізде. Ертең әбетке шейін. Құршы барай. Не істеп жатсың? Ауырған жоқ па не? Жоқ, үлкен кісі ғой, көңіл қалмасын деп жатыр біреу. $5000 тұрады дейді мынаны. Өзіміз апармаймыз ба одан да егесіне? Жүр, давай жұмыс істейік.